Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Мариям. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында лағман лапшасын жасаймыз. Ол өте оңай дайындалады. Бұл рецепт барлық адамдарға арналған. Бұрын жасап көрмеген ханымдар болса, осы видео арқылы жасай аласыздар. Осы видео арқылы жасасаңыз, сізде керемет лағман лапшасы шығады. Ең алдымен суға жұмыртқа тұзы салып араластырамыз. Барлық қажетті заттарды описанияға жазып кетемін. Лағман лапшасының құпиясы, біз онымен қамырмен мұқият жұмыс жасауымыз керек. Су қосылған массамызды ұнға аз-аздан сала отырып илейміз. Қамырмен мұқият жұмыс жасау керек. Ол үшін ұзақ уақыт тығыз және қатты емес қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болса, лапша дұрыс шықпайды. Міне мен осындай қамыр илеп болдым. Енді пакетке салып 1 сағатқа демалдырып қоямыз. 1 сағат өткеннен соң қамырымызды кішкене илеп, тағы да демалдырып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырды шығарамыз. Қамырдың жұмсақ болғанын байқаймыз, бірақ тығыз болады. Қамырды созғанда ол жыртылмайды. Қамырды 1 сантиметр алып жаямыз және осылай ұзын етіп кесіп шығамыз. Қамырымыздың бір бөлігін алып, жгут тәрізді созамыз. Қатты жұқа болмау керек, орташа қалыңдықта созамыз. Осылайша барлық қамырларды орташа көлемде созамыз. Ыдысымызға май жағып, қамырларымызды спираль тәрізді ораймыз. Әрбір қамырға май жағамыз. Қалған қамырлардың барлығын спираль тәрізді орап, кеуіп кетпеу үшін май жағамыз. Бұл қамыр 10 порцияға жетеді. Барлық қамырды спираль тәрізді орадым және үстіне май жағып, бетін пакетпен жауып, 20 минутқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз демалды. Енді созу процесіне көшеміз. Біз бір қамырды алып, саусақтар арасынан өткізіп, оны айналдырып, мүмкіндігінше созамыз. Бұл кеспелерді столға соғу арқылы созамыз. Бұл қамыр жұқа болу үшін бірнеше рет жасаймыз. Енді қайнап тұрған суға тұз саламыз және дайындаған қамырларымызды саламыз. Қамырды қайнаған тұзды суда 3-5 минут қайнатамыз. Піскен лағманды сүзгі арқылы сүзіп алып, салқын суға саламыз. Лағманды салқын судан шығарғаннан кейін жабысып қалмау үшін сұйық май құйсаңыз болады. Лағманды дайындау процесі ұзақ және қиын, бірақ дәмі өте керемет болады. Бұл лағманға подлива жасауға болады және көкөністермен қуыруға болады. Осындай керемет лағман лапшасы дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Комментария жазып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мариям. Барлықтарыңызға ас болсын.